Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күннің жадымен тақырыпты жазып қойыңыздар. Сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин Атымтай Жомарт әңгімесі. Сабағымыздың оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Балалар, естеріңде болса, өткен сабағымызда Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл әңгімесін өткен болатынбыз. Бұл әңгімеде Қыпшақ Сейітқұл өзінің жағдайы нашар, жарлы елін Қабырғалы өзенінің бойына қоныстандырып, еңбекке баулып, диқаншылықпен айналысып, егін егіп, ең соңында 400 үйлі елге жетіп, еңбектің арқасында адал еңбекпен байығандығы туралы баяндалады. Ал Қыпшақ Сейітқұлдың ағасы болса, керісінше ұрлықпен, барымтамен айналысып, ең соңында дегеніне жете алмай, қолға түсіп өлген екен. Яғни бұл шығарма арқылы автордың айтқысы келген ойы, еңбек әр қашанда барлығын жеңбек, адал еңбекпен, маңдай термен өз кәсібін таңдаған адам әр қашанда өз дегеніне жетеді екен. Ендеше балалар, өткен сабағымызды еске түсіру үшін мына сұрақтарға жазбаша жауап беріңіздер. Бірінші, Қыпшақ Сейітқұл әңгімесінің негізгі тақырыбы қандай? Балалар, біз шығармалардың тақырыбын ондағы қозғалып тұрған ең негізгі мәселе арқылы табамыз, иә? Өнер тақырыбы, білім тақырыбы, ұлы отан соғысы тақырыбы, немесе махаббат тақырыбы деген сияқты. Міне, Қыпшақ Сейітқұл әңгімесінің осы тақырыптар сияқты ең негізгі тақырыбын анықтаңыздар. Екінші, Сейітқұлдың ағасынан айырмашылығы қандай? Үшінші, бұл шығарма арқылы автордың айтпақ ойын жазыңыздар. Ендеше балалар, өткен сабақты еске түсіріп болсақ, Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығын тағы бір еске түсірейік. Балалар, Ыбырай Алтынсариннің 1841 жылы Қостанай жерінде дүниеге келгенін білесіңдер. Ол ең алғашында өзінің атасы Балғожа би мен әжесі Айғанымның тәрбиесінде болған екен. Ең алғашқы сауатын мұсылманша ашады. Бұдан кейін Орынбордағы Қазақ-орыс мектебінде оқиды. Кейін осы Орынбор жерінде Орынбор комиссиясында тілмаштық, яғни аудармашылық қызмет атқарады. Ыбырай қазақ балаларын оқытуға, олардың сауатын ашуға аса ден қойды. Әсіресе халық арасына барып мектеп ашқысы келді. Халықтың өз баласын оқытуға деген ықыласын ояту үшін Ыбырай Алтынсарин ең алдымен балаларды өз үйінде оқытқан екен. Ыбырай кім деген сұраққа ең бірінші біз ғалым деп жауап береміз. Ол қазақ тіліндегі тұңғыш оқулық Қазақ хрестоматиясын жазған. Қазақ хрестоматиясы Орынборда 1879 жылы басылып шыққан екен. Қазақ тіліндегі тұңғыш оқулық Қазақ хрестоматиясының авторы. Және қазақтан шыққан тұңғыш ағартушы Ыбырай Алтынсарин ұстаз деп айтамыз. Қазақтан шыққан тұңғыш ұстаз, ең алғаш қазақ балаларына арнап мектеп ашқан. 1864 жылы Торғайдан қазақ балаларына мектеп ашып, онда ең алғашында 14 бала оқыған екен. Және ақын, Ыбырай Алтынсарин ақын. Оның өлеңдерінің негізгі тақырыбы өнер, білім, оқу, еңбек тақырыбында болған екен. Кел балалар оқылық, өнер білім бар жұрттар. Табиғат тақырыбындағы өзен,
жаз өлеңдері, немесе сүйіспеншілік тақырыбындағы бұл кім, ананың сүйуі сияқты өлеңдері бар екен. Оған қоса Ыбырай Алтынсарин жазушы, яғни қара сөзбен прозалық шығармалар жазатын адамды біз жазушы деп атаймыз. Ыбырай Алтынсарин әсіресе әңгіме жанрының негізін салушы. Қазақ балаларына арнап, қазақ балаларының ұғымына түсінікті етіп түрлі оқу құралдарын, оқулықтар жазған. Міне осы оқулықтардың ішіне Ыбырайдың осы балаларға арнап жазған әңгімелері кірістірілген екен. Әңгімелері бақша ағаштары, тәкаппарлық, асыл шөп, бір уыс мақта, Қыпшақ Сейітқұл, таза бұлақ, бай баласы мен жарлы баласы, Лұқпан Хәкім, Атымтай Жомарт сияқты әңгімелері бар екен. Балалар, әңгіме дегеніміз бұл шағын көлемді шығарма, яғни кейіпкерлер саны өте аз, көлемі де шағын, бірақ қандай да бір сюжеті бар шағын көлемді прозалық шығарманы біз әңгіме деп атайды екенбіз. Ыбырайдың біз Қыпшақ Сейітқұл атты әңгімесімен таныстық. Ал бүгінгі сабақта біз Атымтай Жомарт әңгімесін өтетін боламыз. Ендеше балалар, Атымтай Жомарт әңгімесіне құлақ түріңіздер. Кітаптарыңыздан 75-ші бетті ашып әңгімені оқимыз. Атымтай Жомарт. Атымтай Жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді. Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарлыша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы не деп? Жомарт айтты дейді. 4 түрлі себеп бар. Біріншісі, әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Ал екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан 1-2 пұлға нан сатып алып жесем де, бойыма сол тамақ болып дариды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын деді. Мінекей балалар, біз әңгімені оқып шықтық. Ендеше бұл әңгімеден қандай қорытындыға келдік? Осы әңгімеден қандай ғибрат, үлгі аламыз? Ендеше түйінге назар аударыңыздар. Біріншіден, адам баласы бұл әңгіме арқылы автордың айтқысы келгені ең бірінші, адам баласы қанша жерден жағдайы болып, алдынан барлығы табылса да, соған көңілі масайрап, кім болғанын ұмытпас үшін жоқ-жітікке жәрдем беріп, дәл соларша еңбек етуден қашпағаны жөн екен. Алла ниетіңе қарай көл-көсір етіп береді. Екіншіден, өзіңде бар болса да, жұмыс істеп, еңбек қылсаң, өзіңнен кейінгілер үлгі ететін болмақ. Сені өмір бойы үлгі етіп, жұмыс істегеннің ешқандай кемшілік емес екендігін түсінеді.
Үшіншіден, еңбекпен, маңдай термен тапқан қара нан әр қашан жұғымды болады. Қанша жерден бай болса да, еңбексіз келген байлықтың өзінің қадірі болмайды екен. Ал еңбекпен келген қара нан, оған алып ішкен су да адамның бойына жұғымды болады екен. Яғни маңдай термен тапқан нан әр қашан ыстық болмақ. Төртіншіден, адамға ырыс, несібені беретін Құдай тағала. Егер Алла тағаланың берген дәулетін тек қана өзің тұтынсаң, ырысың молаймайды. Керісінше, сол дәулеттен өзгелерге көмектесіп, қол ұшын беріп, Алланың несібесін Алла жолында бөлсең, жаратқанның көзі саған деген әр қашан түзу болмақ. Әр қашан несібеңді, ырысыңды молайтып бермек сонда ғана. Яғни біз бұл шығармадан көлемі өте шағын болса да, бұл әңгіменің алар ғибратымыз, үлгіміз өте мол екен. Ендеше балалар, тапсырмаларға назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма: Атымтай Жомарт қандай кейіпкер? Оның бойындағы қасиеттерін тауып, әрекетімен дәлелдеңдер. Яғни кестеге назар аударыңдар. Біздегі кейіпкер Атымтай Жомарт. Сендерге түсінікті болу үшін үлгі ретінде бір қасиеті мен іс-әрекетін жазып қойдым. Ең бірінші қасиеті Атымтай Жомарт қанағатшыл екен. Ал қанағатшыл екенін қандай іс-әрекетінен көріп отырмыз? Қасына осы қасиетін дәлелдейтін іс-әрекетін жазамыз. Себебі ол өз дәулетін өзгелермен бөлісіп, қалғанына қанағат етті. Міне дәл осылай Атымтай Жомарттың қасиеттерін жазамыз және жанына сол қасиетін дәлелдейтін іс-әрекетін жазамыз. Бұл тапсырманың дескрипторы кейіпкердің қасиеттерін анықтайды және кейіпкер бойындағы қасиеттерді әрекеті арқылы дәлелдейді. Екінші тапсырма. Балалар, бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Екінші тапсырма: Атымтай Жомарттың әрекетін қалай бағалар едіңдер? Яғни, Атымтай Жомарттың іс-әрекетіне қатысты өз ойларыңызды мына 4 сөйлем әдісімен жазыңыздар. Яғни өз пікірлеріңізді мына клишелерді пайдалана отырып жазасыздар. Менің ойымша, әрі қарай осы Атымтай Жомарттың іс-әрекеті жөнінде өз пікіріңізді жазасыз. Одан кейін себебін жазасыз. Үшінші, Атымтай Жомарттың іс-әрекетінен мысал келтіресіз. Төртінші, өз пікіріңізді қорытындылайсыздар. Яғни барлығы 4 сөйлем болуы керек. Бұл тапсырманың дескрипторы өз пікірін білдіреді, себебін жазады, шығармадан мысал келтіреді және қорытынды пікірге келеді. Ендеше балалар, тапсырманы орындауға сіздерге сәттілік. Естеріңізде болсын, келесі әдебиет сабағына дейін Атымтай Жомарт айтқан 4 түрлі себепті жаттап алуларыңыз керек. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.